Сәлем достар, бүгін сіздермен летний азиатский салат дайындайтын боламыз. Алдын ала пісіріп дайындап қойған сиырдың етін ұзынша қылып турап аламыз. Салатқа осындай тәтті бұрыштан әртүрлі түстерінен қолдансаңыздар әдемі болып көрінеді. Мен жасыл, сары және де қызыл бұрышты қолдандым. Осы ұзынша қылып барлығын турап аламыз. Қызанақты екіге бөліп, ортасын тазалап аламыз. Ортасын қолданбаймыз, өйткені салатымыз сулы болып кетеді. Бұл салатқа мен өз жағдайымда аз көк қолдандым. Қалауларыңыз бойынша ақжелкенді де қолдануға болады. Барлығын жақсылап турап болғаннан кейін бір сарымсақ қостым. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, соевый соустың 2 ас қасық қызып тұрған майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осы мен азиатский салатымыз дайын. Менің отбасыма қатты ұнады, дайындап көріңіздер.